Әрбір халық, миллет өзінің жасау шариатынан келіп шығып, үріп әдет, салт дәстүрлерін сақлап өмір сүруінен сол миллеттің өтміші, тарихы пайда болады. Ал тарих, милли мираслар болса, атадан балаға, әулеттен әулетқа жетіп келіп, миллеттің келбетін белгілеп береді. Қарақалпақ халқы өзінің әйемгі тарихы, тілі, милли мәдениеті, үріп әдетлері, дәстүрлеріне ғана тән тәкрарланбас белгілері менен ажыралып тұрады. Қарақалпақлардың өзіне тән көркем өнері, қосық намалары, атқарушыларының жағымлы һәм бәлент лапызы һәммені қайыл қалдырады. Міне, ұсындай милли әдебияты, көркем өнері менен мәдениеті бар екен, Қарақалпақ халқы ешқашан кем болмайды. Ислам Каримов. Қарақалпақлардың ватан сүйушілік, қаһарманлық, ұлылық пенен инсани фазилетлерге толы жырлары, оларды атқарушылардың шеберліктерінің сон шеллі дәрежедегі тәсірі нәтижесінде қарақалпақлар сахра бүлбүллері атанып, әтте олар туралы аңыз әпсаналар пайда болған. Тарихшылардың жазуына қарағанда, сол әпсаналардың бірінде қосық дүнияны шарлап жүріп, бір күні Сырдарияның арғы жағасындағы қарақалпақлардың жайлауына келіп, бір ауылда мейман болыпты. Алдынлары көз көріп құлақ естпеген таң қаларлық мейман хақындағы хабар желдей ұшып, шар әтрапқа таралыпты. Аяқ жетер жердегі барлық қарақалпақлар сол ауылға жиналыпты. Олар күн батып таң атқанға дейін кірпік қақпай сол мейманды тыңлапты. Қош хауазға ие мейманның айтқан қосықларын, дастан қыссаларын, тарихи уақияларын үйіп тыңлаған қарақалпақлар оларды жүректеріне мәңгі мөрлеп қалдырып. Қарақалпақ халқының ауыз екі дөретпелері менен үріп әдет дәстүрлері ертеден бастап ақ көпшілік тарихшы этнограф алымларды қызықтырып келген. 1926 жылы Қарақалпақстанға Баскаков, 30 жылдар болса Мелков, Малов, Соколов, Толстов, Ивановлар басшылығындағы іліми экспедициялар жүргізілген. Бұл экспедицияға жол көрсету һәм ділмашлық ету сол уақыттағы Төрткүл педагогика техникумының студенті 18 жасар Қалле Айымбетовқа жүктелді. Бұл экспедициялар ағзалары Төрткүл қаласы атрапындағы Нарымжан баба, Гүлдірсін, Аяз қала, Топырақ қала, Қият қалалардан бастап Бөріштауға дейін, Құсқанадан бастап Кесекетек менен Жалтыр, Моншақлы менен Айбүйір, Гәуір қала менен Назлым Қансыну атрапына дейінгі аралықтарды басып өтті. Олар жаздың жазирама ыссы менен қыстың қахаман суықларына қарамастан, ауылма ауыл жүріп, Қарақалпақ халқының бейбаха милли мирасларын бақсы жыраулардан, әпуай халық уәкілдерінен
жазып алып һәм жинауда педагерлік менен минет етті. Өткен әсірдің 40-50 жылларында Қарақалпақ фольклористикасының рауажлануында үлкен бұрылыш жүз берді. Бұл нәрсеге белгілі ілімпаз Нәжім Дауқараев тарапынан шөлкілместірілген іліми мектеп Тикар болды. Бұл іліми мектеп Қарақалпақ әдебиеті бойынша кең көлемде, түрлі жанрларда іліми зерттеу жұмыстарын алып барды. Аты аталған іліми жәмәат халық ауызекі дөретушілігіміздің бейбаха үлгілері есапланған дәстанларымызды, халық қосықларын, ертеклерді, нақыл мақалларымызды қатқа түсіріп, сипатламалар берген. Соның нәтижесінде Қарақалпақ халық дөретушілігінің дүрдана үлгілерін баспадан шығаруға еріскен. Мы говорим, что фольклор является колыбелью искусства, колыбелью культуры. Когда мы имеем такое сокровище, как каракалпакский фольклор, мы должны, каждый из нас, каждый из ученых должен быть пропагандистом вот этого сокровища. Мне думается, что необходимо создать, учредить Международный фонд по фольклористике. Культурой определяется прогресс общества. Если взять нашу семейно-бытовую обрядность, это стало нашими традиционными обычаями. Но для иных наций, для иных государств оно не является экзотикой, оно является фактом культуры. И вот когда, будучи в Японии на конференции в одном из университетов, когда я рассказывала про наш бета-шар, когда я сказала, что это часть нашей культуры, то, конечно, подходили люди, спрашивали, можно ли прочитать это на других языках. И создать вот этот международный фонд, это значит открыть отдел для того, чтобы переводить это сокровище на языки мира. Я имею в виду на русский язык, на английский языки, на немецкий. Мы сегодня знаем, что фольклор каракалпакский дошел до Франции. Сказали, что под колыбельную песню сегодня спят французские дети. Но я знаю, и к нам обращались насчет алпамыса. Вот в прошлом году один из профессоров Южной Кореи попросил прислать алпамыс, чтобы перевести на корейский язык, то есть на восточный язык Северо-Восточной Азии. Мемлекетіміз өз қаресізлігіне еріскеннен кейін, милли мәдениетімізді, әсіресе рухи дүниямызда жаңалануларды һәм өзгерістерді әмелге асыру зәрүрлігі туылды. Халқымыз өзлігімізді аңлаудың әхметін түсінді. Сол себеплі республикамызда халық ауызекі дөретпелерін қайта тіклеу һәмде оларға жаңаша көз қараспенен қарау бойынша жұмыстар қолға алынды. 2006 жылы июнь айында Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесі һәм үкіметінің қарары қабыл етілді. Бұл қарарда Өзбекстан Ілімдер Академиясы Қарақалпақстан бөлімі президиумы Қарақалпақ фольклорының 100 томлылығын академиялық ұсылда баспадан шығару вазипа етіп белгіленді. Һәм бұл бойынша жұмыслар қызғын бастанып кетті. Бөліміміз фольклоршы ғалымдарының бастамасымен Қарақалпақстан Республикасының жоғары кеңесі һәм үкіметінің қолдап қуатлауында Қарақалпақ фольклорының 100 томлығын шығару мәселе етіп қойылды. 70-80 жылдарда Қарақалпақ фольклорының 20 томлығы баспадан шыққан еді. Но дегенменен сол заманға сай болып шығару керек деген талап қойылып еді сол уақытта. Соның себебінен болса керек, біразларға өзгертіліп
баспадан шығарып еді. Мінекей мемлекетіміз ғарышкерлікке еріскен күннен бастап бұндай ажайып өтміш мирастарымызға милли рухи ғазине статусын беруге кең мүмкіншілік ашылды. Мінекей біздердің міне 100 томымызда дәслепкі айтайық міне 56 томы бұл дәстандар еді. Дәстандарды өзіміздің библиотекамыздағы, фундаментал библиотекамыздағы қолжазбалар фондынан қандай болса, сол күйде баспаға тәйірланды. Бірақ бұл әменде аңсатылып қойған болған жоқ, әлбетте. Қолжазбалар фонды әрқилы шрифтлерде, әрқилы графикаларда жазылды. Латын графикасында, араб графикасында, соңғылар енді кириллица графикасында. Бірақ жазғанда да ол қолжазбалардан бірден кітап күйіне алып келу қатты қиын болды. Себебі ол қағаздарым соқта нашар еді, басқасам сол қалеммен жазылды ма, деует сиямен жазылды ма, әрқилы қиыншылар болды. Дегенменен мінекей біздер сол өздеріміз үлкен мақтанышпен айтқымыз келеді. Осы күнге шейін кітаптарды үсті-үстіне шығарып отырғанымызға қолымыздан келгеніне сол үлкен мақтанышпен айтқым келеді. Тынбай ізденулер, машақатлы минетлер өз мейуасын бере басылады. 2007 жылы көп томлылықтың дәслепкі 8 томы жарық көрді. Бұл бағдарда халқымыз үшін ең үлкен қуаныш Қарақалпақ фольклоры көп томлылығы 2010 жылы Москва қаласында кітап санаты номинациясы бойынша өткерілген халықаралық таңдауда бірінші орынды жеңіп алғанлығы болып табылады. Qoraqalpog'iston haqida gapirganda men bir narsadan doim hayratda qolaman. Shu madaniyat oshib borayotgan yoshlarning intilishi. Gap shundaki, hozir qaysi viloyatdan xalq artistlari yoki xizmat ko'rsatgan artistlari qaysi viloyatda ko'proq deb so'rasangiz agar Qoraqalpog'istonda. Nima uchun deganda e'tibor katta. Ularni doim mana shu konsertlarda chiqishda, ularning kiyimiga, ularni tayyorgarligiga qarash, ularni mana shu madaniyatga e'tiborini men alohida o'zimga qandaydir o'rnak sifatida bilaman va shuni yetkazing. Barcha yoshlaringizga shuni yetkazing. O'rnak qandaydir ibrat sifatida bizlar buni qabul qilishimiz kerak. Butun respublikada kerak bo'lsa sizlarni shu masala bo'yicha qilayotgan ishlaringizni o'rganish kerak. Şaşağı torban monşaklı, kapşa belli, kem kuşaklı.
Гарессізлігіміз шарапаты менен, бай мәдениятымыз, миллилігіміз, алтын мирасларымыз қайта жаңаланып, халқымыз олардан таусылмас рухи азық алар екен. Жұрт басшымыз айтқанындай, Қарақалпақ халқы еш қашан кем болмайды.